Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы ас мәзірі. Бүгінгі сабақта біз сіздермен тағам түрлерін атай алуға, ас мәзірі бойынша қалаған тағамын алуға үйренеміз. Сейчас у нас урок казахского языка, и тема урока ас мәзірі, меню. Сегодня на уроке мы с вами изучим новые названия блюд, а также научимся заказывать еду с помощью меню. Жаңа сөздері: тыңда, қайтала. Сорпа, суп. Сорпа, сорпа. Ботқа, каша. Ботқа, ботқа. Ет, мясо. Ет, ет. Бауырсақ, бауырсақ. Бауырсақ, бауырсақ. Салат, салат. Салат, салат. Су, вода. Су, су. Шырын, сок. Шырын, шырын. Сүт, молоко. Сүт, сүт. Маған ет беріңізші, дайте мне мясо. Маған шырын беріңізші, дайте мне сок. Ребята, маған переводится как мне. Беріңізші, дайте. Маған ет беріңізші, дайте мне мясо. Вместо слова ет мы можем вставлять любые продукты. Допустим, маған сорпа беріңізші, дайте мне суп. Маған нан беріңізші, дайте мне хлеб. Давайте повторим еще раз эту фразу. Маған ет беріңізші. Беріңізші. Маған шырын беріңізші. Тыңда, қайтала. Сен қайда барасың? Мен дүкенге барамын. Сен не аласың? Мен нан аламын. Сен қайда барасың? Куда ты идешь? Мен дүкенге барамын. Я пойду в магазин. Сен не аласың? Что ты возьмешь? Мен нан аламын. Я возьму хлеб. Вспомним, ребята. Аламын возьму, алмаймын не возьму. Вас могут спросить: сен су аласың ба? Ты возьмешь воду? Вы можете ответить, что да, я возьму, либо нет, я не возьму. Сен су аласың ба? Я, мен аламын. Да, я возьму. Жоқ, мен алмаймын. Нет, я не возьму. То есть, ребята, я это да, жоқ это нет. Я, мен аламын считается полным ответом. Так же, как и жоқ, мен алмаймын. Это полные ответы на вопрос. Но можно ответить кратко. Допустим, сен су аласың ба? Ты возьмешь воду? Я. Сен су аласың ба? Жоқ. Теперь задание толықтырып айт. Вам необходимо закончить фразу. Сен салат аласың ба? Я, мен аламын. Сен шай аласың ба? Жоқ, мен алмаймын. Сен шырын аласың ба? Я, мен аламын. Сен ботқа аласың ба? Жоқ, мен алмаймын. Балалар, адамдар үстел басында отырған кезде бір-біріне ас болсын деген тілекті айтады. Ребята, когда мы все сидим за столом, мы все желаем друг другу приятного аппетита. Приятного аппетита на казахском будет ас болсын. Ас болсын. Ас болсын. И, конечно же, в ответ нам поступают слова благодарности. Рахмет.
Рахмет. Рахмет. Спасибо. Рахмет. Ас болсын. Рахмет. Тыңда, қайтала. Слушаем и повторяем. Сен не аласың? Что ты возьмешь? Маған сорпа беріңізші. Дайте мне суп. Мне ал. Ас болсын. Вот, возьми. Приятного аппетита. Рахмет. Спасибо. Қайталайық, повторим. Сен не аласың? Маған сорпа беріңізші. Мне ал. Ас болсын. Рахмет. Дәптермен жұмыс. 21 бетті ашып, бірінші, екінші, үшінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырмада біз ү әріпін бастырып жазамыз. Үсен баланың атын және де жүзім деген сөзді жазамыз. Первое упражнение нам необходимо обвести и написать букву «ы», также имя мальчика Үсен написать и слово «жүзім». Жүзім переводится как виноград. Балалар, «ы» қандай дыбыс? «ы» дауысты, жіңішке дыбыс. Екінші тапсырмада сұраққа жауап жаз. Сен не аласың? Үшінші тапсырма оқы, толықтырып жаз. В третьем задании нам необходимо прочитать и дополнить предложение. Подобный пример есть у нас на видео. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.